Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте қарапайым әрі тойымды болатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын жуып дайындап, турап алатын боламыз. Етімізді осылай видеода көрсетілгендей майда көбік етіп тураймыз. Етті қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Келесі кезекте пиязымызды да осылай майда ұзынша етіп турап аламыз. Картопты қалауларыңыз бойынша кішкене үлкендеу 4 бөлшек етіп турасаңыздар да болады. Күрішіміз бен гречкамызды осылай бірге жуып тазалап аламыз. Қысып тұрған майымызды бірінші етімізді қуырамыз. Әдемі болып қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязын салып, оны да осылай әдемі сары болып қуырылғанша қуыратын боламыз. Үстіне сәбізін саламыз. Сәбізін 1 минуттай ғана қуырып бетін жауып, қайта үстінен картоптарымызды сала береміз. Қалауыңыз бойынша тұз немесе жаңағы дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Тұзыңызды етіңіздің тұзына байланысты дәміне қарай қоса бересіздер. Үстінен енді гречкамыз бен күрішімізді салып, жақсылап араластырып, қайнап тұрған суды құйып, су кішкене ғана тартылғанша қайнатамыз. Бір ас қасық томат салсаңыз жеткілікті.
Міне қайнап тұрған суымызды құйып, суы кішкене тартылғанша қайнататын боламыз. Міне аз ғана тартылған соң осылай түбінде аз ғана су қалады. Осылай палау демдегендей етіп ортаға жинап, кішкене тесікшелер жасап, осылай 20-30 минутқа демдеп қоятын боламыз. Еті пісіп шығады. Етін қуырған кезде ұзақтау етіп, әдемі етіп қуырсаңыз болғаны. Міне осымен біздің өте қарапайым әрі тойымды асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.